қазіргі таңда Қазақстан археологиясының ерте темір дәуірінің ғұн сармат кезеңіне қатысты көптеген тұжырымдар бізге белгісіз. Осы себепті 2018 жылы Қазақ ғылыми зерттеу мәдениет институты солтүстік Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан ескерткіштерге ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді. Осы аталмыш оба осы күнге дейін жүргізілген 4-ші ескерткіш болып саналады. Ескерткіштің биіктігі 40 сантиметр, диаметрі 10 метрді құрайды. Осы күнге дейін бірқатар зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар ескерткішті толықтай ашып болғаннан кейін қайтадан рекультивация жұмыстары, яғни қайтадан көміп кету жұмыстары да іске асатын болады. Сонымен қатар мына ескерткішке тоқтала келетін болсақ, обаның мерзімі біздің заманымызға дейінгі 3-4 ғасырдың арасы деп қазір ғалымдар тұжырымдауда. Сонымен қатар бұл жердегі бір ерекшелік, сол заманның өзінде осы обаны тұрғызған адамдар адамды жерлеген уақытта көбіне бұл ескерткіштердің тура ортасында жерлеу шұңқырын ортасына қойылатын болған. Ал бұл обада біз байқағанымыз жерлеу адамды мына ескерткіштің солтүстік батыс бүйіріне арнайы жерлеген, яғни сол заманның өзінде бұның тоналатыны бәрі о баста белгілі болған. Сол себепті жерленген адамды тонамасын, мазаламасын деген оймен осы обаның солтүстік батыс бөлігіне арнайы жерлегені қазір қазба барысында анықталды. Сондай-ақ обаны археологтар өте мұқият ғылыми әдіспен қазған. Енді алдағы 3-4 күннің ішінде толықтай оба тазартылып, жақсы бір нәтиже шығады деген үміттеміз. Мәдениет және спорт министрлігінің арнайы мәдениет институтының жобасы бойынша осы Ақмола облысы Жақсы ауданы Запорожье ауылының төңірегінде Қима өлкесінде осындай археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл зерттеулердің негізгі мақсаты солтүстік Сарыарқаның этно археологиялық жағынан зерттеу бағытында. Осы зерттеулердің барлығы негізінен 4 объектіде жүргізіліп жатыр. Мынау осы Запорожье ауылының оңтүстік шығысына қарай орналасқан ескерткіш. Бұл ескерткіште қазба жұмыстары методикамен қазылып жатыр. Обаның диаметрі 10 метр болады, биіктігі 40 сантиметр. Бұл обада негізінен тазалау методикасы жұмыстары өткізілгеннен кейін алдағы уақытта мына байқап тұрсаңыздар, солтүстік батысына қарай қабырдағы көрініп жатыр. Осы жерде қазба жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен бірге басқа да біздің осы ауылдың төңірегінде солтүстік батысқа қарай тағы да бірнеше объектілерімізде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Содан табылған қазба мәліметтері бар. Әзіргі уақытта қыш ыдыстың сынықтары, от орындары, малдың сүйектері табылып жатыр. Бұл алдағы уақытта біздің осы солтүстік Сарыарқадағы үлкен мәдениеттердің болғандығын көрсетеді. Ол яғни тек қана бұл өлкеде ескерткіштердің барлығы негізінен тың өлкесі болғаннан кейін кезінде жойылып кеткен деп толықтай жорамал жасау емес. Бұл өлкеде де керемет ескерткіштер бар екендігін дәлелдеп отыр. Алдағы уақытта да Бесоба, Сарыоба сияқты үлкен ескерткіштерді зерттейтін боламыз. Осы жоба негізінде бұл ескерткіштермен әлі зерттеу жұмыстары аяқтала қойған жоқ. Болашақта үлкен осы ғұн сармат кезеңіне байланысты үлкен тұжырымдар жасауға септігін тигізеді деп ойлаймыз.